жүрегіме жарық берген екі нәрсе. Ассаляму алейкум, қадірлі достар. Бұл видеода жүрекке жарық берген екі нәрсе туралы баяндалады. Ол жаратушымен байланыс және білім алу. Біріншісі, Алламен байланыс. Кейбір сәттерде адам жалғыз қалады, іштей күйзеліске түседі. Дәл осындай кезде ол жүрегіне жарық беретін нәрсені іздейді. Ол Раббысына бет бұрады. Сәждеге жығылу, шын жүректен дұға ету, Құран оқу – бұл тек діни амал ғана емес, жанның шипасы. Мұндай сәттерде жүрек тынышталып, жан жай табады. Екіншісі, білім алу. Білім жүректегі қараңғылықты жарыққа айналдыратын шам іспеттес. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтқан: кім білім іздеу жолына түссе, Алла оған жәннатқа баратын жолды жеңілдетеді. Әрбір пайдалы кітап, әрбір үйренген жаңа нәрсе адамның өзін жетілдіруіне, рухын биіктетуге себеп болады.